Қайырлы таң, достар. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Ал мен сіздерге мерген белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынамын. Жалпы 3 мамыр күні Венера 5-ші домға келіп тұр екен. Ал бізде 5-ші дом баланы, шығармашылық жұмысты, өмірдегі рахат алуды және де хоббиді білдіреді. Балаңызға қатысты жақсы жаңалық естисіз, немесе бір аяқ асты бала көтересіз, немесе егер эко жасатсаңыз балалы боласыз деген сөз. Отпуск аласыз, демаласыз, танысу болады, романтика болады, және де өзіңіздің хоббиіңізді табасыз. Үлкен балаларыңыздан жақсы жаңалық естисіздер. Бизнесіңіз болса, ақша түседі. Ақшалай сыйлықтар болады. Лотереядан ұтып алуыңыз әбден мүмкін. Лотерея алып көрсеңіздер болады. Ал 10 мамыр күні Меркурий 7-ші домға келіп тұр екен. Бұл кезде маңызды құжатқа қол қоюға болмайды. Техника сатып алмаған дұрыс, себебі Меркурий кері бағытта айналады. Кері бағытта айналғандықтан бұрынғы жігітіңізді немесе қызыңызды кездестіруіңіз ықтимал, немесе сол бұрынғы қызыңызбен немесе жігітіңізбен қайтадан кездесе бастайсыздар. Немесе бір клиентіңізге, егер клиентпен жұмыс жасасаңыздар, клиенттің ақшасын қайтарып бересіз. Өзіңіз немесе зат сатып алсаңыз, оны қайтарып беруге тура келеді. Сонымен бірге, бұрынғы коллегаларыңыз, бұрынғы әріптестеріңізді де кездестіруіңіз ықтимал. Кейбір жұмыстарыңызды аяқтайсыздар. Ара қатынасты түзеуге жақсы кезең, немесе қайта қосылуға сәтті кез. Ал 11 мамыр күні Юпитер 5-ші домға келіп тұр екен. Ал бізде Юпитер кез келген дүниені үлкейтеді, яғни бұл балалы болуды білдіреді. Егер көптен балалы болуды армандап жүрсеңіздер, балалы болуға өте жақсы кезең. Бала тақырыбы маңызды болады сіздерде. Өміріңізде бала пайда болады. Ойлап отырған шығарсыз, мен үлкен адаммын ғой деген сияқты. Сіздің немесе немереңіз пайда болуы мүмкін. Қызыңыз немесе келініңіз бала көтеруі ықтимал. Немесе бойдақ болсаңыздар, үйіңіздегі келініңіз, немесе әпкеңіз, немесе жеңгеңіз бала көтеруі ықтимал. Баламен демалысқа баруға өте жақсы кезең. Бұл кезде де лотереядан ұтып алуға сәтті кез. Сізді тыңдайтын адамдарыңыз көп болады, яғни интернет арқылы, әлеуметтік желі арқылы жұмыс жасасаңыздар, подписчиктеріңіз, яғни тыңдайтын адамдарыңыз көбейеді. Поклонниктарыңыз да көп болады. Ал 16 мамыр күні лунный затмение болады, яғни айдың тұтылуы болады. Ол күні ай толады, полнолуние болады. Ол сіздерге 12-ші домға келіп отыр екен. 12-ші дом бір жұмыстың аяқталуын, больницаны білдіреді. Құпия әңгімелерді де білдіреді. Яғни өміріңізде бір оқиғаға нүкте қоясыз. Алыста отырып, немесе үйіңізде онлайн, удаленно жұмыс жасайсыз. Үйіңіздегі ескі заттарды тастауға жақсы. Ешкімге айтқыңыз келмейтін оқиға болады. 22 мамыр күні Солнце 7-ші домға келіп тұр екен. Жұмысқа орналасу, келісім шартқа қол қою деген сияқты тақырып маңызды болады. Яғни, жұмыссыз болсаңыз, жұмысқа орналасасыз. Ер адаммен бірігіп жұмыс жасайсыздар. Ал 25 мамыр күні Марс 5-ші домға келіп тұр екен. Шығармашылық жұмыстарыңызда белсенді боласыздар. Шабытыңыз ашылады. Сізді қуанышқа кенелтетін бір дүние пайда болады өміріңізде. 29 мамыр күні Венера 6-ші домға келіп тұр екен. Жұмысыңызда жақсы жаңалық болады. Айлығыңыз өседі, дәрежеңіз өседі. Премия алуыңыз да ықтимал. Өзіңізді жақсы сезінетін боласыз. Бұл кезде жаман әдеттерден арылуға жақсы кезең. 30 мамыр күні жаңа ай Солнце
яғни 7-ші томға келіп тұр екен. Өміріңізде жаңа адам пайда болуы мүмкін. Жұмысқа коллегаңыз келеді, жаңадан бір әріптес аласыздар, немесе жолдасыңызбен қарым-қатынас тақырыбы өзекті болады. Басыңыз бос болса, танысу болады. Сатып алу деген сияқты оқиғалар болады. Яғни айналаңыздағы адамдар өзгереді, өміріңізде жаңа дүние, жаңа деген сөз пайда болады. Жаңа адам болуы мүмкін, жаңа зат болуы мүмкін, жаңа жұмыс болуы мүмкін. Яғни жаңа деген сөз пайда болады. Ал менің болжамым осындай. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпайық.